Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Бауыздап, көзіне дейін пышақтап сұғып кеткен Үржарда 22 жастағы жігітті өлтіріп кетті. Абай облысы Үржар ауданы Үржар ауылында 2001 жылы туған азаматты аяусыз 11 жерінен пышақтап өлтіріп кеткен. Бейресми ақпаратқа қарағанда күдікті аудандық әскери комиссариатта жүргізуші болып жұмыс істеген. Облыстық полиция департаменті кісі өлтірді деген айыппен бір адамның ұсталғанын растады, деп хабарлайды қаз365.kz. Оқиға 30 қаңтарда түнде болған. Жергілікті тұрғындардың бірі Ақжол дүкенінің алдында полицияның адамның денесі жатқан жерді лентамен қоршап, істің мән-жайын зерттеп жатқанын көрген. Кейін болған оқиғаны естіген. Естуімізше, көз жұмған жігіт 2001 жылғы біреудің жалғыз баласы екен. 3 жігітпен төбелесіп, олар ұрып кеткен болуы керек. Тойдан шығып келіспей қалған дейді. Естуімізше, сонда болғандардың екеуі әскери комиссариатта істейтін жігіттер. Біреуі шопыр екен дейді ауыл тұрғындарының бірі. Полиция күдіктіні бірден ұстапты. қаз365.kz тілшісі Абай облысының полиция департаментіне хабарласқан кезде кісі өлтірді деген күдікпен Үржар ауданының тұрғыны ұсталғаны белгілі болды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Жергілікті тұрғындардың сөзінше, күдікті көлігін қорасына тығып қойған. Көліктің іші қан-қан екені белгілі болған. Төбелестің неден басталғанын естіген жоқпыз дейді олар. қаз365.kz редакциясына күдіктінің көлігі делінген Лада Приора көлігінің видеосы келіп жетті. Көліктің алды-артына әбден қан шашылған. Көліктің алдыңғы бампері сынған. Оны түсіріп тұрған ер адамның бірі көлікпен қаққан ғой деймін деп тұспалдайды. Сондай-ақ WhatsApp әлеуметтік желісінде кісі өлтірді деген жігіттің әскери комиссариатта жүргізуші болып жұмыс істейтіні жөнінде бейресми ақпарат тарады. Алайда Қорғаныс министрлігінің өкілі Руслан Жангулин редакциямызға берген жауабында күдіктінің әскери комиссариат қызметкері екенін жоққа шығарды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк деймесін, басқа видеоларыңызды сұраймыз.